Мінекей, бізде киім киетін адамға өлшеген кезде осы ұзындық шықты бізде. Енді осыны сызып аламыз. Дайын бұйым дәл осы жерден келу керек. Мына жағында тігіске қалу керек бізде. Шалбардың балағын айналдыра сызып алып, машинкіде өңдейміз. Артық жерін кесіп тастаймыз. Бізге тігіске мына жер жетеді. Мінекей, шалбардың балағын біз айналдыра тігіп алдық. Тігіспенен. Енді бұны үтіктейміз. Айналдырып үтіктеп, тігісті жатқызамыз. Мінекей, айырмашылығы көрініп тұр, үтікпенен. Мына үтіктелмеген жағы мынадай болып үрленіп тұр да, үтіктелген жағы жатып, жақсы уже дайын бұйым екені көрініп тұр. Мінекей, үтіктеп алдық. Екінші балағында дәл осылай үтіктеп аламыз. Шалбардың балағы дайын. Енді мынау ішкі жағын барлығын қарап, тігістерді дұрыстап қараймыз. Егер ұшы түйілмеген, закрепке берілмеген жерлер болса, жіптің ұшын түйіп, кейін сөгіліп кетпес үшін жіптерінен тазалаймыз. Одан кейін шалбарды жақсылап үтіктеп аламыз. Соңғы рет бұл дайын болған бұйымды үтіктеу, сосын ең соңынан шалбардың қырын саламыз, стрелкасын. Ол үшін мінекей балақтың тігістерін беттестіріп, бірдейлестіріп, бір-біріне сай етіп, астында үстінде мінекей қойып аламыз. Сосын шалбарды пішкен кезде бізде стрелкамыз мынау бүкпеге сай келіп тұрды. Осы бүкпелерді табамыз жоғары жақтан. Шалбарды осылай қойып аламыз. Дұрыстап дәлдеп қоюымыз керек. Болмаса, қазір үтік түскеннен кейін қырдың орны дұрыс болмаса, 2 қыр, 3 қыр салынып кетуі мүмкін. Қайта-қайта түземейтіндей қылып, бірден орнын белгілеп аламыз. Бүкпе мен бүкпе беттесіп тұр, бір-біріне сай. Ортадағы жерлер қыжым болып түсіп қалмау керек, тігістері бір-біріне сай. Енді солы дәкені үстіне қойып, қырын сала беруге болады. Мінекей, біздің шалбарымыз дайын. Мынау белдігі, мінекей сыдырмасы, шалбардың қыры түсті, және балағы. Балақ тігісі. 44-ші өлшемдегі трикотаж матадан тігілген шалбарымыз дайын.